Ретрит деген не деген сұраққа жауап беріңізші дейді менің мобилограф қызым. Ретрит деген не ол дейді. Ретрит деген қыздар бүткіл суетадан шығып, мына күнде қайталана беретін өміріңнен шығып, стопқа қойып бәрін, келіп өзіңнің ішіңе үңіліп, өзіңнің настоящий қандай екенін өзіңмен өзің кездесіп, өзіңді реттеп алып, ойыңды реттеп алып, ішкі сезімдерің бәрін төгіп шығарып тастап, новый өзіңе керек адамды қалыптастырып кетуіне көмектеседі ретрит. Ол жерде болу керек, ол жерде сезіну керек, ол затты өту керек, жаңа орта, жаңа қарым-қатынас, басқа да өмірді көресің. Мені негізі қатты өсірген ретриттер. Менің оқырмандарымның ішінде қатты ретриттің көмегін көргіміз келеді. Ретрит деген не екен деген сияқты, ол қандай уровень. Ретрит сіздерді жаңа деңгейге шығарып жібереді. Неге десеңіздер, сіздер үйде сезімдеріңізді, ішіңіздегі барлық бықсығыңды айтсаң, мысалға күйеуіңе айтсаң, или әке-шешеңе айтсаң, бауырларыңа айтсаң, олар көтере алмайды. Олар сразу сенімен айқасып, сол жерде отан соғысы болып кетеді. Ретритта сіздер бір-бірлеріңізді емдеп сайсыздар. Бір-бірлеріңізге іштеріңіздегі барлық сезімдеріңізді, мына сіздерді қылқындырып жүрген барлық негативный заттың барлығын шығарып, орнына жаңа махаббатқа толы, энергияға толы, жетістікке толы энергияны қайтадан құйып алып кетесіздер. Ретриттің кереметтігі сода.